Алматы облысында рухани жаңғыру бағдарламасына 37 миллиард теңге бағытталды. Бұл қаржыға 300-ден астам ірі жоба жүзеге асады. Атап айтар болсақ, аймақта бірнеше көркем фильм мен халықаралық ақпарат агенттіктерінің қатысуымен имидждік роликтер түсіріліп, шетелдерге экспедиция ұйымдастырылады. Толығырақ әріптесім Ардақ Айбарұлы баяндайды. Алматы облысында рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша атқарылған қызықты іс-шаралардың бірі ретінде жетісу 360 виртуалды жобасын атап өтуге болады. Әрбір пайдаланушы осы жоба арқылы үйден шықпай-ақ аймақтағы барлық мұражай экспонаттарының қызықты әлеміне саяхат жасауға мүмкіндік алып отыр. Сондай-ақ әлемдік деңгейдегі ең мықты телеарналардың қатысуымен жетісудың киелі жерлері жайлы бейнероликтер түсіріліп, ескерткіштердің электронды картасы жасалды. Оған жалпы саны 2300-ден астам нысан енді. Біз халықаралық дәрежедегі жұмысты күшейтуді мақсат тұтып отырмыз. Былтыр BBC мен True Nomad Paradise атты ролик түсірілсе, биыл тікке тақырыбы сол рухани жаңғыру. Болашаққа бағдар атты тақырыпта BBC мен жаңағы осы 2-3 ай көлемінде роликті түсіріліп жатыр. Биылғы роликта жаңа материалда сакралды жерлер, географиялық жерлер көбірек болады. Жастар рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру барысында заманға сай ақпараттық технологияларды кеңінен пайдалануда. Бұл бағытта Талдықорғандағы жаңадан ашылған рухани жаңғыру орталығында елімізге белгілі тұлғалардың қатысуымен келелі кеңестер ұйымдастырылып тұрады. Міне осындай жұмыстардың арқасында жергілікті кәсіпкерлер атамекен туған жер кіші бағдарламаларына белсендірек қатыса бастады. Қарасай ауданында Батыр бабалар мемориалды музейі мен тұңғыш президентіміздің атамекен тарихи мәдени орталығы іске қосылды. Аудандарда балабақша, мектеп, спорт кешендері, тұрғын үйлер мен жаңа алаңдар көптеп салынуда. 2018 жылға 178 іс-шарамен жаңа жобалықтарды біз өзіміз жоспарымызға қойғанбыз. Енді ол қазіргі уақытта 4 өзімізді кіші бағдарламаларға бөлінген. Ол атамекен бағдарламасы, тәрбие және білім бағдарламасы, ақпарат толқыны және бізде рухани қазына деген. Соған бөлінген. Жобалық жағына келсе, осының қалай іске асыруының өзін бақылауға ұстап отырып, жергілікті орналасқан осындай кеңселермен жұмыс жасап отыр. Алматы облысында өткен жылы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 8 мыңға жуық түрлі іс-шара ұйымдастырылды. Оған 1 миллионнан астам адам қатысты. Алдағы уақытта 243 мәдениет үйіне күрделі жөндеу жасалады. Жетісудың киелі жерлерін апаратын 15 туристік маршрут әзірленген. Маусым айынан бастап еліміздегі өзге облыстар мен шетелдерге ғылыми экспедициялар ұйымдастырылады. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Алматы облысынан, Хабар 24.